Siz bilесіз бе? Айтып тұр ғой өзі. Қашан айтты? Сіз аузынан шыққан жоқ, сенің аузынан шыққан. Қашан айтты үш Көп баласы? нәрсені шешесі білет, бізге айтпай отыр. Мен бағанан бері айтып отырмын ғой, бір бағдарлама. Осы бағдарламаға ең әуелі сізді шақырдық қой, білсеңіз айтпайсыз ба? Білгенде мен сол жерде естіттім ғой, сенің неңді естіттік қой. Жақсы, үш баласы бар, демек әйелі де бар ғой. Есімі? Шыңғыс. Тура соғысы сот. Ол жалғыз күдікті ме? Одан жауап берші. Өткені ондай біздің басымыздан өткен. Сарапшылар куә. Миымызды Жалғыз шақырып күдікті сол Шыңғыс па? Жоқ, екі күдікті бар. Кім екіншісі? Мұрат деген. Ол да сол аралдан ба? Иә. Мұрат пен Шыңғыстан ДНК сынамасын алып, әкелігін растаймыз ба, әлде осымен жаба саламыз ба? Растаймыз. Жақсы. Рахымжан, жаңа ДНК сынамасының қорытындысын естіп енді төбең көкке жетпей қуандың ғой. Бірақ сенікі дұрыс емес. Сен қазақтың жігітісің. Қазақтың қызын қорладың. Қазір енді міне жағдайы. Үшкіл. Әкесін таппай әлекпіз. Иә. Ал сен жауапкершіліктен құтылып ары қарай ғажап өмір сүремін деп ойлама. Жоқ, түсінсем мен. Руслан, мен енді қалай айтсам болады? Иә, мен түсінем, қылмыстық іс жабылды. Мен түсінем. Түк істей алмайсың, бірақ осы эфирде айтылған ақпараттардың бәрін, Рахымжанның айтқан ақпараттарының бәрін егер саралап отырып, ана қылмыстық істі сұратсаңыздар сіздер. Иә? Сұратып, сол айтылған ақпараттарменен сәйкестендіріп отырып, мына жерде өтірік ақпарат шығатын болса, бұл жаңадан ашылған мән-жайлардың себебі болуы мүмкін. Яғни бізде Қазақстан Республикасында қылмыстық процестік және қылмыстық кодексте жазылған қылмыстық іс жабылса да, егер жаңадан ашылған мән-жайлар туындайтын болса, онда ол сол қылмыстық істі қайтадан ашуға негіз болады. Қазір көгілдір экран алдында қаншама адам осы бағдарламаны көріп отыр. Біреулер Рахымжан қандай сорақы бала десе, біреулер қыздан кінә деп отыр. Және ана қайда қарайды деген мәселе бар. Әсия ханым, қызыңыздың етегі ерте түрілгені ол сіздің кінәңіз. Және күнәңіз. Қызыңызға сіз жауапты болу керексіз ғой. Сіз енді қазір бағдарлама біткен кезде үш баласы бар еркек деп айтып отырсыз. Осы студияға қызды білсе бір білетін анасы деп мен сізді шақырдым, сол кезде неге айтпадыңыз? Қазіргі шешелер келема бірінші келген кезде қызын қайтару керек. Ұрып, білмеймен, шашынан жұлып байға тиді. Тем более қандай ситуацияда тиді білесіз. Қайтару керек. Қазір бағдарлама аяқталады. Біздің тілшілер аралға аттанады. Шыңғыс пен Мұрат есімді жігіттердің құлағына алтын сырға өз аяқтарымен Алматыға келіп ДНК сынамасын беріңдер. Біз барсақ қиын болады. Бірақ сізге айтар өтінішіміз. Сізді біз аналар үйіне орналастырайық. Сізге біз психологиялық қолдау көрсетейік. Келісім бересіз бе? Керек болады саған. Сәбиінмен, Хамзамен біздің қамқорлықта бол. Жақсы ма? Сіздер мына перзентке таласасыздар ма? Енді бауыр басып қалдық қой. Біз бауыр басып қалдық. Былайынша келген мен әйелім біразға дейін жылап жатты біраз. Барып қайтайық дейді. Мен енді таласпайсыздар ғой, болды. Таласпаймын. Осы деген баланың қалын сұраған жоқ қой, кеткелі бері. Таласпайды, бірақ көмектесіп тұрасыздар ғой. Жақсы, сонымен Перизат, мәселе, рахмет. Неге сенбейтін болсаң, сол кезде басында не қабат болған кезде салмадыңдар ДНК-ны. Қоя берші балам, ол саған мүмкіндік берді. Қарашы үш жыл таналадың ғой, енді балам. Білмедім қотарыз. Орда соқтық күнді лақтыртсайсың күнде. Қай соттан Сен де жетіп тұрған ол емессің. Кім жаңала жадың? Көрінген жерде библиотекада істеп жүрді. Бір көшеге шығып, мені қолсыз алып шығып едің. Айтшы. Баланы бер дедің ғой, баланы бер дедің ғой. Жақсы бағатын адамға бер дедің ғой. Айып жіберем деп қорқынышым болды. Неге өтік айтасың? Сен соттауға дейін барам. Соттауға дейін, мен жақсықтауға дейін барам. Ана әсерлі өз айтыңдар. Әселге арыз жазасың ба? Жазам, мен Рахымжанға да жазам. Мені зорлағаның үшін жазам сені. Қиындық көріп,